Қайырлы кеш, құрметті жерлестер. Біз апталық тікелей эфирімізді бастайық. Енді қаламыздағы эпидемиялық жағдайды айта кетсек, бүгінгі күнде 5134 адам тіркелген. Одан басқа бізде 388 адам пневмониямен тіркелген. Бүгінгі өткен тәулікке COVID-19 бен 3 адам тіркеліп отыр, пневмониямен 14 адам тіркеліп отыр. Енді айта кетсек, емделіп шыққан адамның саны бүгінгі күнде 4285 адам болып отыр. Бұл 83-те 4%-ды құрап отыр. Өкінішке орай 47 адам қайтыс болды. Оның ішінде 3-еуі біздің Түркістан облысынан саналады. Енді айта кетсек, біздің жедел жәрдем шақыру саны бүгінгі күнде 1226 адам хабарласып отыр. Енді салыстырмалы түрде айта кетсек, тамызда 2019 жылы 1200 адам күніне хабарласып тұрған. Енді айта кетсек, 5 шілдеде бізде 2320 адам қоңырау шалып отырған жедел жәрдемді шақыруға. Енді қазіргі кезде 58%-ға түсіп отыр. Енді төсек орын туралы айта кетсек, бүгінгі күнде бізде 2882 төсек орны бар. Бұл біз шілде айында 3810 еді, қазір бәрін қысқартып жатырмыз. Соның өзінде қазір бізде ауруханада 442 адам қазір емделіп жатыр. 83% түсімі бар. Бос орындар қазір бар. Енді бізде қазір стационарда орындардың бәрі жеткілікті, емделіп жатыр. Қазіргі енді 442 адамның ішінде бізде 370 адам пневмониямен ауырып жатыр. 68 адам бізде COVID-19 бен ауырып жатыр. 8 адам бізде қазір ЖРВ-мен ауырып жатыр. Бүгінгі күнде 37 адам емделіп шықты. Өздеріңіз білесіздер, біз бұған қарамастан 211 мобильдік бригада құрған болатымыз. Қазіргі кезде 211 мобильдік бригада үймен үй аралап жүр. Соның кіріп шыққан үйлердің саны 22376. Бүгінгі тәулікке 424 үйге кіріп шығып, ауруларды қарап шықты. Енді сол мобильдік групптар тегін дәрімен қамтамасыз етіп жатыр. Бүгінгі күнге дейін 59527 адамға тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз еткен. Бүгінгі күнде 506 ауруға, науқасқа дәрі-дәрмекпен қамтамасыз еткізілді. Енді қысқаша осы, мен ана жолы сіздерге айтқан болатынмын. Сіздерге біз қазір енді дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Үлкен өзіңіз білесіздер, сезонный грипп деген бар. Сол сезонный гриппке әр жылда науқастар көп ауыратын болатын. Оған қазір енді шамалап отырмыз, ковидте, пневмонияда қосылады деп. Сол себептен біз күзгі дайындыққа 5000-нан астам төсек орын дайындап жатырмыз. 70%-дай оны кислородтық точкамен қамтамасыз етеміз. 700-ден астам реанимационный койка дайындаймыз. Оның бәрін біз ИВЛ-мен қамтамасыз етеміз. Қазір соның бәрі сатып алу жұмыстары жүріліп жатыр. Одан басқа күрделі жұмыстар жүріліп жатыр. Біз сол уақытқа дайын боламыз деп жоспарлап отырмыз. Енді сұрақтарға, енді добрый вечер, уважаемые земляки. Хочется доложиться о текущей ситуации по эпидемиологической ситуации в городе. На сегодняшний день у нас зарегистрировано COVID-19 5134 человека, в том числе 388 пневмонии. За сутки зарегистрировано 3 человека ковидом, пневмонии 14, 4285 человек от COVID-19, это составляет 83,4%. Если
доложить о вызове скорой медицинской помощи. На сегодняшний день вызовов 1226 вызовов было. Хотелось бы сравнительные ситуации рассказать. В августе 2019 году 1200 было вызовов обращено скорой помощи. Если 5 у нас текущего года, июля, было 2320, сейчас на сегодняшний день 1226, снижение на 58%. И обеспеченность на сегодняшний день койко-местом составляет 83%. Свободных коек на сегодняшний день составляется 2882 койко-места. Реально получающих стационарное лечение составляет 442. Из них 370 это пневмонии, 68 это COVID-19 и 8 ОРВИ. Вы знаете, еще кроме этого у нас работают мобильные бригады, 211 мобильных бригад, которые на сегодняшний день пролечили на дому 22 376 больных, на сегодняшний день 424. Обеспечение бесплатными лекарствами 59 524 больных, на сегодняшний день 506. Вкратце, я на той неделе же докладывал вам, что мы ведем большую подготовительную работу к сезонному гриппу. Мы будем предварительно готовить свыше 5000 койко-мест. Из них 70% будет обеспечено кислородными точками, и более 700 будет организовано реанимационных коек, и 100% будет обеспечены ИВЛ. Вот вкратце, если рассказать о эпидемической ситуации в городе, вот в таком состоянии. Да, снижение есть, но это не значит, что надо расслабляться всем. Нам необходимо соблюдать те санитарные требования, которые утвержден нашим главным городским санитарным врачом. Вы помните, после чрезвычайного положения было расслабление, и после двухнедельного расслабления у нас сразу пошел вспышка пневмонии и COVID-19. Это должен быть для нас уроком. Уважаемые земляки, құрметті жерлестер, енді сұраққа көшейік. Бүгінгі күнде тағы айта өтейін, экрандарыңызда сұрақ белгісі болады, сол сұрақ белгіге басып сұрақ қойсаңыздар болады. Бірінші сұрақ келіп түсіп отыр. Здравствуйте, когда откроется сельхозярмарки? Да, вопрос на сегодняшний день актуальный. Мы сейчас 17 августа будет предварительно уже определен те предприятия, те на сегодняшний день организующие там услуги. После этого мы неделю посмотрим ситуацию. Если не будет большой вспышки, мы будем уже организовывать сельхозярмарки. Сейчас вместе с тем мы сейчас определяем новое место дислокации ярмарки. Дополнительно будет объявлено об этом. Мурат аға, қабылдауыңызға қалай Мурат аға, қабылдауыңызға қалай жазыламын? Өтініш сізден қабылдаңыз дейді. Менің парақшамызға сілтеме жазсаңыздар, мына жерде көмекшілерім бәрін қарап шығып, қабылдауды тіркейді, содан кейін біз қабылдаймыз. Мен әр жұма сайын қазір онлайн қабылдау жүргізіп жатырмын. Бүгінгі күнде бір 12 адамды қабылдап сұрақтарына жауап бердім. Саламатсыз ба? Атамекеннен ноутбук беріледі деп еді. Қашан беріледі? Саламатсыз ба? Бұл Атамекеннің жұмысы, бұл ерекше жұмыстар. Олар бізбен әлі ақылдасқан жоқ. Ондай қаражат оларға бөлінген ба, бөлінбеген ба? Атамекенді білесіз, ол мемлекеттік
қызметке бағынбайтын екенін, олар кәсіпкерлерді жинап сол бағытта жұмыс жасап жатыр. Әлі өздері қанша қаражат жиналғанын, қанша ноутбук алатын әлі белгіленбеген, белгіленген кейін ол қамтамасыз етеміз. Енді бұдан басқа тағы айта кетейік, біз енді мемлекеттің тарапынан, білім басқармасынан биыл компьютер ноутбуктар алып жатырмыз. Әр ата-аналармен қазір біздің сынып жетекшілері сөйлесіп, мұқтаж болып жүрген азаматтарға біз компьютер ноутбук жеткіземіз. Рахмет. Уважаемые друзья, можете задавать вопросы, и будет вопросительный знак. Прошу нажимать на этот вопросительный знак и задавать те вопросы. Бала бақшалар қашан ашылады? Қазір бүгін ғана бір сағат алдын біздің мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің қаулысы шықты. Қазір соған қарап бізде қаулын жасап жатыр. Біздің қаланың бас дәрігері, санитарлық дәрігер. Біздің жоспар бойынша ендігі аптада кезекшілік балабақшаларды ашамыз деп. Ол жерде ата-аналар, жұмыс істеп жүрген ата-аналар балдарын үйде қарауға ешкім жоқ жағдайда ашамыз деп солар тапсырылады. Эпид жағдай дұрыс болып, ары қарай дұрыс болып жағдай болып жатқанда біз ары қарай тағы да ашып жатамыз. Ахмед. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Валиханова, дом 202, когда дом укрепят? Он аварийный. Да, на сегодняшний день у нас в городе 41 аварийных домов, которые официально был комиссией определен, что это аварийные. Мы в этом году уже начали аварийные дома ремонтировать. Кроме того, мы отрабатываем вопрос вместе с инвесторами, которые согласятся на наши условия аварийные дома снести и построить новые высотные дома, первые, вторые этажи, третьи этажи, которые будут переданы жильцам, остальные будут на продажу и так далее. Сейчас в рамках государственной программы отрабатываем. Но окончательное решение пока нету, потому что создано было новое правило. По новым правилам мы сейчас изучаем, как это возможно. Я думаю, мы, если в этом году не начнем, на следующем году будем начинать. Спасибо. Когда закончат дороги? Да, мы уже на сегодняшний день уже закончили порядка 65% дорог. Работы ведутся. Я думаю, мы в конце августа, середине середина августа, я говорил, 65% закончим, 70%. Я думаю, в конце августа практически мы все центральные дороги в городе все закончим. И середину сентября мы закончим полностью. Сейчас моим заместителем Махсут Перневаевичем Исаховым ведется работа большая, он взял на контроль, каждый день ездит на участках, я в неделю сам временами ездил, осматриваю дороги, на какой стадии. Я думаю, необходимо чуть потерпеть, и я думаю, после завершения вы будете уже ездить на новые, красивые дороги. Спасибо за понимание. Здравствуйте, как вы прокомментируете запах газа с ночи до утра по всему городу? Да, запах есть. По моему поручению была создана комиссия, куда входит департамент экологии города, также управление энергетики. Также было создано, включен комиссии и департамент управления природно-охранной зоны. На сегодняшний день, вчерашнего дня вы видели, сейчас лабораториями полностью исследуют город, где находится источник. По источникам находим и устраняет те или иные проблемы. Уже, если вы смотрели, что вчера уже запаха практически в многих местах нету. Мы даже с сегодняшнего дня уже все индустриальные зоны уже
поставили аппараты, которые проверяют запах и другие вот, анализаторы там, газов и так далее. Да? Вместе с тем сейчас совместно газ Аймаком отрабатываем, возможно ли где-нибудь утечка. Все эти вопросы по выявлению сразу устраняются. Я думаю, уже завтра, послезавтра вот эти будут найдены и устранены. Саламатсыз па, тойханаларга кашан уруксат бересиздер? Кешірім мерекелер болсын, 100 адамға дейін болсын. Саламатсыз па, тойханалар қазіргі 2 аптаның ішінде ашылмайды. Біз бұның бәрі эпидемиялық жағдайға байланысты. Біз эпидемиялық жағдайды тұрақтанбағанша дейін қазіргі кезде көп шоғырлаған жерге жиналуға рұқсат жоқ. Сол себептен қазір өзіміздің денсаулықты ойлап, сәл шыдамгершілікті, түсініспеушілікпен қарауды шақырамын. Рахмет. Құрметті жерлестер, добрый вечер. Когда будете ездить новые автобусы? Да, новые автобусы уже практически больше половины уже привезли в город. На сегодняшний день ведутся работы по оформлению этих автобусов, ведутся переговоры с транспортными компаниями. Мы рассчитываем учитывая все эти процедуры, рассчитываем в конце октября уже будет 100% запущены новые автобусы. Да, құрметті жерлестер, сұрақ белгісіне қарап сұрақ қоюыңызға болады. Ассаламу алейкум, Мұрат аға, Бозарықтай интернет нашар, сабақ өткізуге қолайсыз, сол жағынан көмектесіңіз. Бұл мәселе менің тікелей бақылауымда. Біз қазіргі кезде 11 қаланың ішінде 11 нүктені тауып отырмыз. Сол жерге тиісті үлкен антенна қойып жатырмыз. Оған қазір мердігерді де таптық. Мердігердің қаражатынан үлкен антеннаны қояды. Сол антеннаны қойғаннан кейін ол жерге біз телефондық байланыс операторлар өздерінің тиісті аппараттарын қояды. Оған қарамастан біздің министрлігімізден тағы өзінің тексеру аппаратымен қалада тексеріп шықты. Бізге ұсыныс берді, тағы 43 антенна қоюды. Оларда қазір тиісті жерлердің бәрін қарап жатырмыз. Ол жерлердің бәрін қарап, оғанда антенна қойып қамтамасыз етеміз деп қазір жұмыс атқарып жатырмыз. Саламатсыз ба, Восток Мүлтек ауданы Қоқыс ауданына айналды. Қашан тазалық жұмыстары қолға алынады? Бұл күрделі мәселе қазір қалада. Мен бұл мәселені өзім қолыма алып, қазір жұмыс атқарып келіп жатырмыз. Өздеріңіз көріп жатсыздар, мына қоқыс жаңа компаниялар кіріп жатыр. Өзінің әр қоқыс жерлерін беріп жатырмыз. Қазір заманауи қоқыс алаңын қойып, жаңа контейнер қойып, жұмыс атқарып жатыр. Бұл мәселе компаниялардың бәріне өзінің граждандық түсінікшілігін қарап, жұмысты атқаруға бәрін шақырып жатырмыз. Дегенмен көп компаниялар өзінің қойылған талаптарын орындамауынан байланысты бұл жұмыс анда-санда осындай қоқыс жиналып жатыр. Енді қазір бұған айта кетсек, бұның қазіргі тәртібі былай. Әр қоқыс компаниясы біздің қала тұрғындарымен өздері келісім шартқа қол қояды. Келісім шартта ол жерде өзінің тарифі бар, сол тарифпен ақшасын төлеп отырады. Көп сұранысты бұл қала тұрғындарының өзі қоқыс компаниялардан сұрауды шақырамын. Әр үйде бізде өздеріңіз бәріңіз сайлаған үйге қарайтын азаматтар бар. Сіздердің аттарыңыздан қоқыс компаниясына қазір сотқа да беруге болады, или бізге хабарласуға болады. Қаншалықты олар
өзінің келісім шартта қойылған шартын орындап жатыр ма, орындамай жатыр ма, сол жұмыстарды біз біліп отқан кезде қоқыс компаниялармен біз тікелей сөйлесеміз. Оған қарамастан өздеріңіз білесіздер, біз қалада бір ай болды, 109 деген бізде колл-центр құрылып отыр. Ол тікелей біздің қала тұрғындарымен байланыста. Сол жерге мен қазір бүгін тапсырма бердім. Ендігі аптадан бастап сіздер қоңырау соқсаңыздар, әр компанияның өзінің рейтингі болады. Мен бір айдың ішінде әр компанияның қаншалықты өзінің шартын орындалып жатқанын, орындамай жатқанын рейтинг ретінде көрсетуге тапсырма бердім. Сол кезде өзімізде байқаймыз, компанияларға да бізде айтып отырамыз, неге оншалықты шартты орындамағанын. Дегенмен биылда біз өзіміз мемлекет тарапынан жаңа контейнерлер сатып алдық. Оны да рет-ретімен ауыстырып келіп жатырмыз. Осы жақын арада бұл бағыт түзеледі деп санаймын. Рахмет. Нұрсат 156 үй алдындағы жөндеу жұмысы қашан бітеді? Сұрақ сәл түсініксіз. Қандай жөндеу? Бұл үйдің алдындағы, менің ойымша, балдар алаңы шығар салынып жатқан. Сол жөндеу жұмыстарының біз осы тамыздың аяғына дейін аудан әкімдеріне тапсырма берілген болатын. Осы тамыздың аяғына дейін екі мекеме мердігер болған. Олар дұрыс сапалы жасалмағаннан кейін біз оларды сотқа бердік. Сол соттың шешімінен кейін ол жұмыстарды жалғастырады. Осы қыркүйектің ортасына дейін ол жұмыстардың бәрін аяқтауға біз қазір атсалысып жатырмыз. Рахмет. Кафелер нешке дейін істейді? Кафелер қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, тек қана далада жасап жатыр, летник деп аталады ғой. Бұл да жұмыс ары қарай жалғастырады. Сол кафелердің бәрі әзіргі уақытқа дейін 21:00-ге дейін ары қарай жұмыс атқарады. Одан егерде бізде эпидемиялық жағдайымыз түзеліп ары қарай ковидпен жұқтырған, пневмония жұқтырған азаматтар көбеймеген жағдайда біз уже ары қарай тағы ақылдасып оны ұзартуға қарастырамыз. Рахмет. Ассаламу алейкум, Мурат Дүйсенбекович, как дела в Чимкенте с канализацией? Вопрос хороший. На сегодняшний день хочется сказать, что ситуация с канализацией непростая. Город обеспечен канализацией всего лишь 49%. Тем не менее, мы сейчас в этом направлении разработали план работы, как увеличить. У нас единственное в городе работает очистительное сооружение. Мы сейчас разрабатываем в рамках государственного частного партнерства строительство нового сооружения, очистительного сооружения. Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию на строительство магистральной канализационной системы. Мы планируем порядка ориентировочного течение 2 лет довести от 49% до 70%. Эта работа будет дальше продолжена, будем в этом направлении дальше работать. Да. Құрметті жерлестер, сұрақ белгісін көріп, ары қарай керекті өздеріңіз сұрақты қоюға мүмкіншілік бар, сол сұрақты қойсаңыздар. Мурат Мурза, когда будут концерты? Да, концерты, я думаю, сейчас все зависит от эпидситуации города. Конечно, все соскучились по концертам. Я думаю, если эпидситуация позволит, если сезон гриппа будет ожидаемое, как в том году, я думаю, примем решение организовывать концерты. Тем более в этом году вы знаете, что мы являемся столицей, культурной столицей СНГ.
В случае, если ситуация позволит, мы продолжим эту работу. Чуть терпения, я думаю, концерт еще впереди, будем организовывать. Спасибо. Мурат Мырза, когда будет концерт? Мы еще вопросы. Ассаламу алейкум, Мурат аға, қалаға инвестиция тарту жұмыстары қалай болып жатыр дейді. Бұл бағытта үлкен жұмыс атқарып келе жатырмыз. Қазіргі кезде бізде 56-дай жоспар бар. Инвестиция тартудың қазір әр инвестормен тікелей сөйлесіп жатырмыз. Әр инвестормен қазір өзіміз бір дорожный карта ретінде жоспар құрдық. Әркімді сол қолынан жетеліктеп жұмыс жасап жатырмыз. Оған қарамастан, пандемия қарамастан биылғы жылы бізде 124%-ға инвестиция тарттық. Ол біздің қаланың мүмкіншілігіне көп емес, ары қарай бұл бағытта жұмыс жасаймыз. Бұл бағытта ой көп, өзіміз дорожный карта, антикризисная программа құрдық. Соның бәрін рет-ретмен қазір жұмыс жасап жатырмыз. Учителя в школах должны работать. Учителя в школах должны работать. Да, учителя будут в школах работать. Мы планируем начальные классы в этом году с 1 по 5 классу организовать дежурные классы. Все будут учителя работать. Даже старшеклассники будут учителя дистанционно работать. Они будут вести дистанционные занятия, будет оценивать наших детей и так далее. Учителя будут работать. Здравствуйте. 17 августа режим работы кафе, баров изменится. Кафе, бары на сегодняшний день работают на сегодняшний день в режиме летних на улице. Это направление будет продолжаться в следующей неделе. В случае, если эпидемическая ситуация в городе не изменится, если будет на этом уровне, мы, думаем, примем решение расширять в этом направлении. Спасибо. Кәсіпкерлер қашан ашық жұмыс жасайды? Енді қазіргі жалып жатқан кәсіпкерлердің бәрі 17 тамыздан бастап көбісі жұмысты бастайды. Жұмысты 17 тамыздан өзгерісі басқаша бастайды. Оны қысқаша айта кетсем, бізде қазір енді жұмысты бастау үшін Info Қазақстан КЗ сайтта тәртіптері, әр кәсіптердің жұмыс бастауына тәртіптері сол жерде көрсетіледі. Сол тәртіптерді оқып, өзінің кәсіпкерлердің жұмыс орындарды сол тәртіпке келтірген жағдайда өздері ұсыныс береді. Мен дайынмын жұмыс істеуге деп. Сол кезде бізде комиссия құрылған, комиссиялар барып онлайн тексереді, одан басқа барып жеке тексереді. Егер де кәсіпкер дайын болған кезде, ол кәсіпкерге ашылуға, жұмыс істеуге рұқсат беріледі. Сол себептен ертеңнен бастап ол сайт жұмысын бастайды. Сол сайттан бәрін көріп шығасыздар. 17 тамыздан бастап өздеріңіз ұсыныстарыңызды беруге уже рұқсат болады. Дайын болған жағдайда біз ашуға рұқсат береміз. Здравствуйте. Во многих школах учебники раздали 40-50%. Будет ли школа обеспечена учебниками? В этом направлении большая работа ведется. Мы уже практически все учебники закупили. Сейчас остатки где-то 20-30% поставщиком доставляется. Мы все школы обеспечиваем учебниками. Я думаю, 25 августа мы 100% обеспечим учебниками. Такой план у нас на сегодняшний день. Спасибо. Саламатсыз ба, бірінші сыныпқа баратындарда онлайн болады ма? Енді бізде бастауыш мектептердің бәрі
айта өтсек, бірінші мына кезекшілік сыныптар құрылады. О жерге уже қазір бәрі ата-аналар өздерінің ұсыныстарын, балдарын уже қазір қабылдап жатыр. Мен ана кезде өзім тексеріп барып көріп келдім. Білім басқармасының сайтында қалай тапсыратын, қалай балдарды қай сыныпқа баратын бәрін сол жерде көруге болады. Өзіңіздің сол мен баламды кезекшілікте оқуға мүмкіншілік болсын деген ұсынысын берсеңіз, сол жерде қарап сіздермен хабарын беріп балдарыңызды оқытсаңыз болады. Мешіттер қашан ашылады? Мешіттер қазір уақытта ашылмайды. Оның бәрі эпиджағдайға байланысты. Мектеп егер де эпиджағдай дұрыс болған жағдайда біз ол мәселені тағы қарастырамыз. Қазіргі таңда біз той, туман, мешіт көп жиналатын жерлердің бәрін әлі ашуға дайын емеспіз. Себебі әлі ковидте, пневмонияда, ЖРВИде әлі тоқтаған жоқ. Біз қазір әлі бұл жағдайымызды, жақсы болып келеткен жағдайымызды ары қарай қаралуым керек, қарап отыру керекпіз. Егер де осы жағдай тұрақты болып ары қарай жалғасқан жағдайда біз рет-ретімен ашып бастаймыз. Сол себептен құрметті жерлестер, ағайындар, сіздерден өтініш қарапайым санитарлық тәртіпті сақтауға, бетперде киіп, көп азаматтар жиналатын жерге бармай, той жиынды үйде өткізбей, уақытша қазақшылығымызды тоқтатып, ұят деп өзімізді мына жерге бару керек дегенді қазір тоқтату керек. Қазір бірінші мақсат денсаулық, бір-бірімізге қарап, бір-бірімізді сыйлап, қойылып жатқан тәртіпті сақтау керек. Соған шақырамын. Енді осымен осы бүгінгі тікелей эфирімізді аяқтауға рұқсат етіңіздер. Ендігі аптаға дейін, одан қарамастан менің тапсырма бойынша біз күнде брифинг өткізіп жатырмыз. Басқа да халықтың жиналып жатқан сұрақтарына жауап беріп жатырмыз. Оған қарамастан 109 деген біздің колл-центрді аштық. Сол жерге қойған сұрақтарыңыз бәрін біз жауап беруге, 100% жауап беруге атсалысып жатырмыз. Рахмет, келесі кездескенше дейін. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.